жерде ғана көршілесі музеификация деген осы жерде экспозиционный зал бар. Яғни сендер ертең көретін Тау-Тастың суреттерін осы жаққа салып қойған. Жаңадан сәбиді дүниеге әкеліп жатыр, бірақ Азияда осы музыкалық фестивалі болған. Сол жақтың эмблемасы осы 5-ші топтан алынды. Енді музейдің ерекше айтатыны ол флора фаунаға өте бай, және сол флорасының бірі ол осы қызыл кітапқа енген регель қызғалдағы бар. Регель тюльпан регель. Бізге осындай заттарды. Соны біз деген осы макеттерді жаңағы Астанаға апарды. Сол жерде мысалы таңбалыға келе алмайтын, жолда алыс көрген шетелдіктер және басқалар келіп көрді. Қылыштар бар, ер тоқымның түрі, бұл бұрынғы заманның ер тоқымдары. Тура біз сияқты Әзербайжанда Габустан деген музей бар. Сен үлкенсің ғой емес, сен оқып бересің бәріне. Осындай біз сияқты петроглифтерден құратын осындай музей бар. Солармен меморандумға отырдық, олар бізге Сүлеевтің басы бар бұл жерде. Біз қазір Ремен деп айтамыз ғой, соның басы бар. Сосын ең қызы, қараңдар, мына жерде моншақтар, сол замандағы адамдардың тапқан моншақтарының жасылы көріп тұрсыңдар ма? Осы моншақтар, жебенің ұшы, олар жебе дегенді білесіңдер ма жалпы? Соның ұшы. Сол экскурсия тыңдағандарыңа рахмет балалар, енді суретке түссеңдер болады. Сендерде свободное время. Деп. Қола дәуірі ерте қола дәуірінде 18-19 ғасырда. Мына жерде де сол ешкі, бұғы, сиырлардың суреттері бар. Анау үстінде кенгілді жоғары жақтан өтешен бар. Ешкілердің суреттері бар. Жоғары жақтан. Ол жерде де ешкінің суреттері. Енді мына соңында астына тұрған ол топтарға бөлінген, бірақ дегенмен бәрі ұқсас суреттер көп табылады. Ешкінің суреті бар, доңғаланып келген, оныкі шашыраңқы келген. This